достарыңды шақырып кел. Достарым үйге барып ойнайын деймін. Кет, қаңтарабай ойнайын. Амансыңдар ма балаларым? Келіңдер, отырыңдар, жайғасыңдар. Қош келдіңдер. Қазір ұлттық ойындарын білесіңдер ма? Иә. Қандай ойындарын білесіңдер? Ой, жарайсыңдар, сендер көп ойынды біледі екенсіңдер. Я соның ішінде біз қазір қандай ойынды ойнаймыз? Қаңтарабай ойын ойнаймыз. Ол үшін қазір менің қолымдағыны көріп тұрсыңдар ма? Бұл не? Қожын. Қожынның ішінде не бар екен? Асық бар екен, иә? Асықтан қазір біз қанталапай ойынын бастаймыз. Ол үшін мен қазір сендерге түсіндіре өтейін. Мынау бізде асығымыз. Асығымыздың 4 жағы бар. Яғни алшы, тайпы, бүкшік деген асықтың 4 жағы бар екен, иә? Қанталапай ойынның мен қазір шарттарын түсіндіре өтейін. Менің қожынымның ішінде қызыл асық бар. Осы қызыл асықты астардың ішіне саламын. Содан кейін қожындағы асықтарды араластырып, мұнда шашамын. Ал сендер теріп алыңдар. Балалар, қазір мен осы қан асығын қожынның ішіне салып, араластырамын. Араластырып, талапай, қаме бастаймыз ойынды. Алағай! Қызыл асық саған түсті ма? Қан асығы. Ал сенде нешеу? Ой, жарайсыңдар, керемет. Ал балалар, енді асықтарыңды ортаға тізейік. Рамазан сенде нешеу? Екеу. Бағдәулет сенде нешеу? Үшеу. Бекнұр сенде қанша? Бекнұрдың бізге асығы көп сияқты, иә? Бар асықты Бекнұр алған сияқты. Алинұр сенде қанша асық бар? Асығым жоқ, себебі сен тоқталмадың, иә? Даник сенде ше, бірақ менің сұрақтарыма жауап беріңдер, иә? Жарайсыңдар. Қазір біз жеңімпазды анықтаймыз. Бекнұр келе ғой.